бастағы шартыны арлық көрушілер иш барды. Біздің арлық көмекшілеріміз ұстарының шаяшық уроктарын көзіп келгенler. Олардың ұстарын бағанар. Танбаева Анна Антоновна, Хакасия Республикасының Югородек база наука министерствосының өн консультанты Чарха Пустарова. Единичного Ирина Васильевна, Аскстара Михаил Иванович Бадаевтың ағына лицей-интернатының Хакас тілі база литература күбірекчесі 2015 жылды Республика Сенеді іштің көрен тілі күбірекчесі Маровның шеңесшісі. Мамашева Надежда Ананьевна, Югородегінің Тиличкин база 9, Көдержан, Хакас институты методизм. Толмачева Людмила Николаевна, Югородегінің Тиличкин база 9 сильный Көдержан, Хакас институтының методизм. Баргаяк Владислав Александрович, Николай Федорович Катановтың Адының Хакас Қазына университетінің Хакас тілі кафедрасының филология наукаларының кандидаты. Комиссия түгел қатық тоғынған. Олардың санында Болгарина Алевтина Николаевна, Югородегінің Тиличкин база 9 сильный Көдержан, Хакас институтының педагогика наукаларының кандидаты, лабораторияның ұлық 9-шысы. Толмачева Надежда Яковлевна, Югородегінің Тиличкин база 9 сильный Көдержан, Хакас институтының поликультура кафедрасының устав жазы. Маровның екінші шартығын азырға сәнізар қырышабыз. Хакас Республикасының Югородек база наука министерствоның үн консультантын, Маровның шарғыжыларының кінезін Танбаева Анна Антоновнаны ұдырғаны. Изендері ардығы үгіретшілер, алжылар, пен Маровның арғысшылары, Хазилары бірге қаралыр ұзыбин пен мұндың марыға кейден келгенер. Республикада жоқтығы керек 18-ші қати ертіртше 2018 жылдың сағары пұлпыстың үгіретшілерінің мари. Бастағы жардығы испарды, көрдік спен пістің үгіретшілерінің қайди уроктарын базы постарыны анализ етіп жеткенерін. Мен чөксіндім, жоқтығы керек бұл Маровның уроктар қайда паршатқаны базы саманализидері үгіретшілерінің бөзіксінге үспірдір. Қантықыға керек сынақтармен оға чөксіндірді прайзы Хакас тілінің саманализ еткенері. Но аның андар жоқтығы сақчам алғыстым зырға прайзын еде арылысығын үшін жоқтығы керек Маров қайдырда Маровда арылызырға ол оға ар ситк ой немен емес. Но біз ол болғанна үгірет шекерше профессиональный саринның өзерге, опыттарының үлезерге, базы постың 9-зар басқы оңдайның көрерге. Аның армен сақчам Пүнгі Маровда арылысқан үгіретшілер бірге қомызынызынар, что олар тұстарын мұнды кемнің теке естіргенер. Ол тұзы болар, базы сірерге чоқтегі сақчам. Бұл Маров зірінің сақыстарында чарқ іс қалқысын, чоларың аз болсын. Мен сақчам біздің шарғыжыларға ұлық қартық тоқ сапарлардар. Зірдің ең артықтарын тапаларға. Базы жоқтегі сақчам пен бүгінде Чеңізші бізді Республиканы Россия сенінде үгіретшілер арасында тұрузар. Біздің тіге жылдай жүрген Ирина Васильевна, ол 107 азыр үгіретшінің арасында тұрысқан 30 үгіретшінің санына кірбірған. Ол финалға, ол ұға сақчым, ұға бөзік көздім. Аның ар прайзына күн Маров бөзік сенде ертін, базы прайзына оң болзын. Алғысырыге. Республиканың үгіретшілер Фелізін Тиличкин институт уставжа орызына психология наукаларының кандидатына Елена Васильевна Логина. Ударланар! Добрый день, уважаемые друзья.
От лица сотрудников института хотелось бы поприветствовать сегодня участников. И вот совсем недавно у нас закончился профессиональный конкурс «Учитель года». Сегодня учитель года хакасского языка принимает эстафету. И надо сказать, что профессиональные конкурсы – это всегда, с одной стороны, праздник профессионализма, праздник профессионального общения, праздник хакасского языка. А с другой стороны, это всегда очень серьезная проверка профессионализма тех людей, которые осознали необходимость выхода на этот профессиональный конкурс. Поэтому от лица организаторов хотелось бы поблагодарить участников за их смелость, за их уверенность в себе, пожелать им ни пуха, ни пера. И еще, коллеги, конкурс учителей хакасского языка, на наш взгляд, является наиболее успешным в Республике Хакасия, потому что только участники республиканского конкурса достигают очень высокого уровня на федеральных испытаниях. Мы давно не попадали в десятку «Учитель года России», вы это прекрасно знаете, но всегда учителя хакасского языка радуют нас неизменно победами на федеральном уровне. Спасибо большое за каждодневный труд, за вашу любовь к родному языку, всем участникам ни пуха, ни пера, а всем зрителям наслаждения, профессионального роста и удовлетворения от работы. Всего доброго, спасибо. Ни пуха, ни пера.